Бөлмені желдетудің пайдасы. Бөлмені немесе кеңсені күнделікті желдету қажет пе? Және қажет болса, оны қай уақытта жасаған дұрыс? Иммунологтардың айтуынша, бөлмені міндетті түрде желдетіп тұру қажет. Біріншіден, қыста жылытуға байланысты бөлменің ауасы қатты құрғап кетеді, ал ондай ауа теріні және мұрынның шырышты қабығын құрғатады. Екіншіден, үй жағдайында ауа вирустар мен бактерияларды кетіру үшін бөлмені желдетіп тұру керек. Егер үйде біреу ауырып қалса, оның бөлмесін, ауасын желдету керек. Тіпті үйде ешкім ауырмаса да, аурудың алдын алу үшін терезелерді ашып, бөлмені желдетіп тұрған жөн. Себебі отбасы мүшелері жұмыста, мектепте, балабақшада бөтен адамдармен қарым-қатынас жасайтындықтан үйге вирус жұқтырып келуі әбден мүмкін. Сөйтіп олар вирустарды өздері тасымалдауы ықтимал. Түнде ұйықтар алдында және таңертең ерте оянғанда бөлмеңізді желдетуді ұмытпаңыз. Таза ауа, жанға дауа. Бұл жағдайды мен өзім күнделікті үйде өзім жасаймын. Нәтижесі өте керемет. Сіз ерте тұрып, тұра салысымен бөлмеңіздің терезесін ашып, сыртта 5-10 минут жүріп келіңіз. Ерте тұрып, таңғы асты ішпес бұрын бір шыны жылы су ішіңіз, бұл да адам ағзасына пайдалы. Адамның 25 жасына дейін коллагендері өседі, ал 25 жастан кейін тоқтайды екен. Сондықтан су ішіп жүруді әдетке айналдырыңыз. Әр адамның өмірі, денсаулығы өзіне байланысты. Оны күтіп баптауымыз керек. Атақты адамдардың көбісі ерте тұрып, таза ауада серуендеуді әдетке айналдырған. Ауру қалса да әдет қалмайды деген сөз бар. Сондықтан жақсы әдеттерге жақ болыңыз. Достар, каналым ұнаса тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Таза ауада серуендеп жүрген кезде менің медитацияға арналған өмірге, тәрбиеге пайдалы сөздерді тыңдауды кеңес беремін. Менің есімім Дана. Тыңдағаныңызға рахмет, сау болыңыздар.